Қайырлы құрметті көрермен, ертең сағат 11-де дәл осы жерде Атамекен өнер ордасының Атамекен көрме залы, бұл екінші қабатында орналасқан керемет бір көрме басталады. Бұл Сухан Мақсотұлының 90 жылдығына орай ұйымдастырылып жатыр. Жалпы біздің Батыс Қазақстан облысында Қарашығанақ кен орны барлығына мәлім, белгілі, және ол бүкіл Батыс Қазақстанды, сонымен қатар бүкіл Қазақстанға өзінің жаңағы кен орнындағы шыққан қазба байлығы арқылы экономикаға көптеген қаржы түсіріп, біздің бюджетімізді көтеріп, соның арқасында елдің әл-ауқатын көтеріп жатыр. Сол кен орнын алғаш анықтаған, ашқан және соның бірінші басшысы болған тұлға осы Сухан Мақсотұлы. Ертең біз осы жерде көрме барысында мына жерде әнекей фильм бар. Сол фильмде Сухан Мақсотұлының қалай арнайы завод ашуға қаржыны тапқандығын, келіссөздерді қалай жүргізгендігін, соның барлығын фильмнен көре аламыз. Сосын келесісі мына жерде көрме бар. Мұнда Сухан Мақсотұлының өзінің білім алған ортасы, ата тек шежіресі, ғылым жолына қалай түскендігі осының барлығы осы жерде көрсетіледі, осы жерде айтылады. Құрметті тыңдарман, көрермен, жалпы біздің Батыс Қазақстан облысының тарихындағы Қарашығанақ кен орнының орны өте зор, ерекше. Ендеше соның бастауында болған Сухан Рамаловтың көрмесіне келіп тамашалап, өлкеміздің тарихымен кеңірек танысыңыздар.